отырмыз. Тағы да пайдалы кеңестерімізбен бөліспекшіміз. Эфирде білгенге маржа. Сонымен бүгінгі бағдарламаның айтары. Зергер болдым мінекей. Күміс тазалай аласыз ба? Суши әзірлеу сабағы. Бірнеше секундтардан кейін. Ежелгі Мысырда күмісті алтыннан кем бағаламаған көрінеді, бірақ мен күміске кейін тоқталам. Дәл қазір зергерлік өнердің пайда болу тарихын айтайық. Бұрынғы заман адамдары бағалы металдардан жасалған заттардың денсаулыққа пайдасын жете түсінгендіктен зергерлік бұйымдарға біз секілді жеңіл қарамаппыз. Яғни ол кездегі зергерлік бұйымдар қазіргідей сән қойлардың ойыншығы болмаған. Ойыншығы болса, олардың несі кетеді екен деп қаршықсам бекен. Жарайды, жалғастыра берейін. Бұл енді тек Мысырда ғана емес, өткен дәуір елдерінің бәрінде болған жағдай. Бұйым жасау үшін күміс, алтын және электрум қолданылған. Күміс пен алтынды барлықтарыңыз білесіздер, электрумға ғана тоқталайын. Электрум, алтын, күміс және басқа материалдардың ертілген түрі өте қиын жұмыс көрінеді. Мұндай ертіндіні қазіргі күні алу мүмкін емес дейді білгіштер. Енді электрум таппай ауырып жүрген қазақ таппай. Сіз өткені біз үшін күмістен жасалған әшекей бұйымдардан артығы жоқ. Ендеше қазір біздің қонақтарымыз осы туралы толығырақ айтып береді. Қонақтары зергерлік бұйымдарды зерттеуші Гүлханыс ханым және сатушы кеңесші Айнұр ханым. Біз қазір мына зергерлік бұйымдар туралы айтпақшымыз. Осының ішінде Гүлханыс ханым, сіз енді кішкене зерттедіңіз, кішкене де болса білесіз. Осы жаңағы қыз балаларға немесе үлкен кісілерге қандай бұйымдарды тағу керек, тақпау керек? Оның өзінің бір ерекшелігі бар екен ғой, ережелері дегенім ғой. Жалпы негізінде зергерлік бұйымдары біздердің мысалы әрбір ұлттың өзінің ділі болады, тілі болады, әдет ғұрпы болады, дәстүрі болады. Бүкіл атрибуттарыны алып келе жатқан бұйымдардың бірі де кішкене бір бөлшегі. Бізде көбінесе жаңағы біз жас ерекшелігіне қарамаймыз. Күміс көрсек, қызықсақ, бізге ұнаса, біз барамызда тағып аламыз. 25-те ме жасымыз, 30-40-та ма мысалы. Ал жаңағы өзінің бір ерекшелігі, ережелері бар дейді ғой, мысалы. Наны үлкен кісілер тағады, наны қыз балалар тағады деген сияқты. Негізінде тағу ерекшелігіне байланысты 6 топқа бөледі. Жаңадан туылған кезде қыз баланы 40-нан шығарғаннан кейін арпаның дәнімен сырғалығына кішкене өлтіріп, және қызып тұрған инемен жіппен тағып қояды. Ал 2 жасқа дейінгі балаларға тарихта деректерге байланысты сөйлеп жатырмын. 2 жасқа дейінгі балаларда кішкене ғана 9 көз деген болған ғой, ақ және қара, көбінесе оңтүстік өңірінде тағады. Сондай қарапайым сырғалар таққан. Оның бәрінің мәні көз тимесін деген мағынада. Ал кейін 8-12 жастарға дейінгі уақыттарда қарапайым кішкене ғана алқа, үк аяқ, әсіресе қыз балаларға ғана тән үк аяқ, көбіне әжелер тақпайды? Жоқ, ол келіншектер де тақпайды, оны келіндер де тақпайды. Тек қана үк аяқ ол қыздарға байланысты. Өйткені ол үкінің аяғынан жасалған. Үкі ол өте қасиетті ұғым және қасиетті зат. Ол сакральды мағынасы бар да, және ол көз тимесін деген мағынада. Ол оны киген бала, қыз бала екені көрініп тұрады. Ол атрибут қыз балаға тән. Негізінде сакральды мағынасы көп. Қазіргі кезде оның бәрін мағынасына көңіл бөлмейді ғой. Қазір сән үшін қолданады. Енді мысалы бұрын апалардың қолынан көретін жүзікті бала кезімде, қазір мен жас қыздардың да қолынан көремін. Сонда қазір айырмашылығы болмай ма? Жоқ, апаларға құдағи жүзік қолданылады. Құдағи жүзіктің сопақша келген және дөңгелек түрлері бар, я. Ал негізінде 2 жасты, я. Негізі бұл аманат қой, аманатқа қиянат жасалмайды, соның бір атрибуты. Ал бұл жерде құдағилар бір-біріне жаңағы олда құдағи жүзік те негізі елдің елеулі халқының қалаулы апалары, аузы баталы апаларға берілген. Сол қолында құдағи жүзігі болса, мына кісінің батасын алып қалайық. Аузы баталы кісі екен ғой, елі сыйлайтын кісі екен ғой деп мән берген. Кішкене енді құдағи жүзік кішкене авторитет береді десеңізші. Өйткені оны тек қана олай қолданбаған. Тарихта әрбір ханның өзінің жүзігі болған, өзінің мөрі болған. Ол жерде уда сақтаған ғой. Ал кейін міне құдағи жүзік қой, ол 2 елдің баласыны бір шаңырақтың астында ұйтқысын келтіріп ұстап отырым деген мағынада. Еті сенке сүйегі. Жүзіктің мысалы ерекшелігі 2 саусаққа тағылады ғой да. Осы 2 саусаққа тағылатын жүзіктің бәрі құдағи жүзік деп аталады? Жоқ, көрініп тұрады ғой, мінекей
құдағи жүзік. Өйткені ол бір шаңырақтың астында, ол сол бақ түрі де бар оның. Бір шаңырақтың астында екі елдің баласын салып, ұйытқысын келтіріп ұстап, өмірімді жалғастырып отырмын ары қарай деген мағынада. Енді Айнұр ханым, осы жерде сізді әңгімеге тартайықшы. Мынандай жаңа құдағи жүзік деп жатырмыз. Сіз енді сатушы, кеңесші ретінде сізден біреу жаңағы ақыл сұрайды. Мынандай алсам бекен, мындай алсам бекен. Құдағи жүзіктер мысалы қазір қалай сұранысқа ие ме? Әрине, қазіргі міне осы жерде тұрған нәрсенің бәрі қазіргі біздің заманымызда сұранысқа өте сондай мол сұранысы. Қандай жағдайда мысалы сізден сатып алушылар қандай жағдай? Той кезінде? Көбінесе мынандай құдағи жүзікті үйленер солағы той алдында құдағиыма сыйласам деген сондай татулықты баяғы білдіртейін деп. Мен білмейді екенмін, құдағи жүзік қаншалықты мысалы қай сомадан басталады деген? 20 мың көлемінде. Біздің қазақ тек той кезінде іздей ма осындай жаңа ұлттық бұйымдарды, әлде жай келетін адамдар бар ма? Мысалы, маған ұлттық бұйым ұнайды, жай күнделікті тағам. Жоқ, қазір былай қарап отырсақ, біздің қыз-келіншектер көбінесе жаңағы сондай мероприятие бірдемелерге емес, күнделікті тағуға өздерінің осындай ұлттық нақыштағы осындай нәрселерді іздейді. Көп келеді қазір. Осы жаңа Мәксіп айтып отырғанына өңір жиектер бұрын енді тұрмысқа шығардың алдында ғана киген деп айтамыз. Қазір бізде мына өңір жиектерді сәнге, көйлекке, мынандай бір қазір енді эстрада жұлдыздары да сахнаға шықты біраз, киіп шығады. Ой, керемет. Енді Айнұр ханым, жаңағы мен ана жерде жаңа білезіктерді байқап отырмын. Қазір кейде жаңаша үлгіде істелінген дүниелерде байқаймыз, кішкене оюлар бұрмаланып, бір басқа елдің де өрнегіне ұқсап кетеді. Бірақ арасында бір-екі қошқар мүйізді байқап қаласың, қазақтікі шығар деп. Бірақ мысалы өрнектер сақталмайды, бір жаңаша бір үлгіде жасалып жатыр. Сіздерде дүкендерде бар ма сондай? Жоқ, біз көбінесе дүкенімізде өзімізді жасайтын дүниенің ішінде тек қана сол ертегіде салынған осы оюларды бұрмаламай ма? Бұрмаламай, сол қалай болған соны сақтауға тырысамыз. Сол күнгі тастарды, мысалы мына бирюза деп айтамыз, сол ертеден келе жатқан тастарды, қазір орысшылап айтқанда соны қолданып бізде әлі күнге дейін сол және мына қызыл түсті коралл деп айтамыз, кораллды, бирюзаны сол қалпы сақтауға тырысамыз. Күміс ол тазалықтың белгісі, және күмісті айға балаған. Күміс мысалы тарихта қаншама ел батырларды яда бір елді қырып жойып жіберу, ол біртіндеп жіберсе, ол оған сәтті емес те, оған не дейді, тиімді емес. Сол үшін баратты ішіп отырған үлкен қазандарына у салып жіберіп отырған дұшпандарымыз. Сол кезінде батырлардың қолында күмістері болатын болса, бәрі жинап алып қазанға салған кезінде үлкен судың ішіндегі удың несін жойып жіберіп отырған. Және біздің қазақ қолында жүзігі болмаған үйден тамақ ішпеген ғой. Сондай нелер де бар. Ол күміс тазалықтыке. Ал алтын болса, ол алтын 1060 градуста қызиды, балқиды. Алтын ол патшалықтың, байлықтың белгісі болған. Ол сары белгі. Түстерге де байланысты мәндері жатыр. Ой, көп рахмет. Зергерлік бұйымдар туралы көп мағлұмат алды. Рахмет сіздерге бүгінгі әңгімелеріңізге. Бағдарламамыздан әрі қарай көретіндеріңіз, күмістің қандай пайдасы бар? Күміске де күтім керек. Пайдалы кеңестер бірнеше секундтардан кейін. Күмістің Менделеев кестесіндегі атомдық нөмірі 47, массасы 107,188, түсі ақ, 961,9 градус температурада балқиды, 2170 градус температурада қайнайды. Еліміздегі Бозшакөл, Қоңырат, Ақтоғай, Айдарлы, Бақыршық сияқты кен орындарында кездеседі. Күмістің дәрілік қасиеті де бар көрінеді. Тістің қызыл егін қаңғұрттан сақтап, бактерияларды жойып, асқазан ішек жолдарын тазалайды. Сол үшін бе, әлде мақтан үшін бе, кім білсін, кей қалталылардың күміс қасықпен ас асап, күміс табақтан тамақ ішетіні. Аргентиум Мысыр фараоны Менестің заманында, яғни біздің заманымыздан 3600 жыл бұрын алтыннан 2,5 есе қымбат болған. 16 ғасырдан 19 ғасырдың аяғына дейін Еуропа елдерінде ақша айналымында жүрген. Бірақ алтында емес, қанша жарқырап тұрса да тез қараяды. Бүгінгі таңда қыз-келіншектердің бәрінде дерлік күміс бұйымдар бар. Оларға ерекше күтім қажет. Дәстүрлі әннің падишасы Сәуле Жампейісова қазір өзінің пайдалы кеңестерімен бөлісетін болады. Күмісті қалай күту керек және қалай тазалау керек? Енді оның әртүрлі жолдары бар. Жалпы үй жағдайында әсіресе кез келген қыз-келіншек
өзінің қолдағы бар дүниесіменен күмістерін тазалай алады. Бұлардың ішінде енді әсіресе мына картоп дейміз ғой, кәдімгі әртүрлі салат үшін, мысалы үшін пюреге пісіреміз. Соның қалған суын, мысалы үшін көбінесе енді төгіп тастаймыз, осы әртүрлі нәрсе пайдалануға болады ғой. Оны пайдаланған әйел көрген жоқ әлі. Сол суды, картоптан қалған суды біз осы күміс тазалауға пайдалана аламыз. Картоптан қалған суды. Картопты қайнатып, одан қалған суды да пайдалануға болады. Содан қалған суды пайдаланамыз. Оған кәдімгі күмісті аламыз да, жаңағы көзі жоқ күміс болу керек. Көзі жоқ күмісті кәдімгі осы картоптан қалған ыстық суға салып қоямыз. Оның ішіне ол 10 минут тұру керек. Бұның керемет пайдасы, сіз қолыңызды да осының ішіне салып қойып отырсаңыз болады. Ол терінің күтіміне де жақсы. Тері күтіміне де жақсы, қолыңыз жұмсақ әдемі болып шыға келеді. Сондықтан енді мына 10 минут әзірше тұра тұрсын. Келесі мен байқауымша асханада ас үйде не бар бәрін алып келген сияқты. Келесі әдісі енді 1 литр ыстық суды құямыз. 1 литр ыстық суды құямыз да. Енді оған 1 литр ыстық суға 1 ас қасық кәдімгі тұз саламыз. Сосын кейін бізде енді мынау көбінесе жұмыртқа жиі пайдаланатын дүниеміз. Жұмыртқаны біз аламыз да ішін кәдімгі тағамға пайдаланамыз, ішіндегі ағы мен сарысын. Әдеттегідей тағамға пайдаланамыз, түсінікті. Енді оның сыртын мына суға саламыз. Тіпті солай ма? Екі жұмыртқаны. Демек, жұмыртқаның қабығында кальций бар. Міне, қабығы. Жаңағы салуға болады. Сосын кейін енді бұның ішіне кәдімгі тағы да көзі жоқ, мынадай. Мүмкіндігінше көзі жоқ, иә? Көзі болмауы, себебі су ыстық қой. Сосын бұны аламыз да 15 минутқа ғана ішіне саламыз. 15 минут тұрса, 15 секунд. 15 секунд тұрады. Сосын кейін болды, біз бұны жағынан қайтарып ала қоямыз. Сол кезде 15 секунд бар жоғы. 15 секундтың ішінде осыған тазалап шығады. Ал енді көзі бар дүниелерді тазалау үшін көзі бар жаңағы бұйымдарды тазалау сәл қиындау болып тұр ғой, мына тастарды сақтауымыз керек қой. Тастарды сақтауымыз керек. Ал енді көзі бар дүниені сүрту керек тек қана. Ол үшін біздер мына суды уксуспен екеуін бірдей етіп тағы да бір ыдысқа құямыз. Мысалы үшін су құйдық па жартылай. Енді оған біз жартылай уксус, яғни мына сірке су дейді ғой. Сол сірке суын құямыз, дәл осындай етіп. 50-50, иә? 50-50. Бірдей мөлшерде құямыз. И соған аламыз да шүберекпенен біз бұны сүртеміз. Байлап отырып, қолмен ерінбей, бұл жерде енді 15 секунд емес. Бұны енді жайлап отырып сүртесіз. Мысалы үшін, кішкентай ғана атырып алдыңызда, бұның ішіне жақсылап мынаны көзіне тигізіп алмай, жайлап сүртіп отырасыз. Қандай керемет. Негізі үйде отырып ешқандай зергерге барудың қажеті жоқ. Негізі мынаны салдыңыз ба, мұны да осындай неменен сүртіп алу керек. Негізі мына әсіресе мына болып қалды ғой қазір 10 минут өту керек дедім ғой. Сол 10 минуттан кейін алғаннан кейін міндетті түрде оны суға салып, таза суға салып алып, оны әдемілеп жұмсақ шүберекпен сүрту керек. Сол кезде күмісіңіз әдемі болып жалтырап шыға келеді. Сіз енді дәстүрлі әнші болғандықтан күміс бұйымдарды көп тағасыз ғой? Әрине, біз тек қана күміс тағамыз. Тек қана? Сахнада, сосын ұлттық киім киген кезде, ұлттық киімменен негізі біздің таза қазақтың ұлттық киімдеріне тек қана күміс шығарады. Сонымен? Міне, көрдіңіз ба? Қандай болып шыққанын. Міне, біз күмісіміз тазалап жатырмыз. Күмістен мындай шүберекте қап-қара іздері қалып жатыр. Демек, біздің тәсіліміз өте тиімді тәсіл. Әсіресе мынау сіздің 10 минут, 15 секунд дегеніңіз маған ұнап тұр. Бір уақыт үнемдеуге жақсы екен. Солай. Күмісті тазалап жатып, шүберекпен сіз бізге бір әндетіп жіберіңіз енді. Қазақта айтады ғой, әсіресе мына дауыстың өзін, мысалы үшін, күміске теңеп жатады. Күміс көмей, жез таңдайды дейді. Ол да жайдан жай емес деп ойлаймын. Себебі алтын көмей деген естіген жоқсыз ғой. Сондықтан дауысы әдемі, ашық дауысты адамдарға күміс көмей деген теңеп айтып жатады. Сондықтан енді күмістің бір ерекше құрмет дегеннің белгісі деп ойлаймыз. Әу деп жіберіңіз.
Енді күміс көмей даусыңызды естиген. Әудемейтін қазақ жоқ десе де, енді мен енді домбырасыз ән қайда, домбырасыз сән қайда дегендей, мен негізі домбыраменен айтам ғой, көбінесе әнді. Десе де енді ыңылдап енді айтып берейін енді. Сіз көрсетіңізші, мен күміс тазалап жатып та ән айтам, тек сахнада емес. Әрине. Аяғыма кигенін былғар етік сәулем-ай, табанымнан барады ызғар өтіп сәулем-ай. Жақсы болсаң келерсің судан өтіп сәулем-ай, жаман болсаң қаларсың суға кетіп сәулем-ай. Ау, сәулем, сәулем, сәулемсің, басымдағы ай дәуренсің. Жақсы болсаң сәулемсің, жаман болсаң әуремсің. Ой, Сәулем-ай, рахмет. Өте керемет сіздің пайдалы кеңестеріңіз де. Онымен қоса, міне күмісті тазалап жатып, осылай әндеткеніңіз де бізге ұнады. Керемет. Сәуле апайымыздың ұсынған, айтқан пайдалы кеңестерін сіздер де ескеріңіздер, қағазға түртіп алыңыздар. Өте керемет. 10 секунд, 15 секунд, 15 минуттың өзі сіздердің уақыттарыңызды үнемдейді. Көп-көп рахмет сізге. Рахмет. Сонымен бағдарламамыздан әрі қарай көретіндеріңіз балыққа да бап жағады. Бата жүрмейтін балықтың пайдасы. Арнадан алыстамаңыздар. Біз бүгін кеңінен тоқталған күміс затын кейбіреулер балық өсіретін аквариумға да салып қояды екен. Бір жағынан күміс суды тазартса, екінші жағынан әдемі декорация болады. Аквариумдағы көріністің адамға сыйлайтын ләззатына тоқталмай-ақ қояйын, өйткені ол сезім көбімізге таныс. Мен қазір әлемдегі заманауи әрі ерекше балық сақтағыштарға тоқталам. Баяғыдай 4 бұрыш, болмаса домалақ пішінді ыдыстардан жаңа заман адамдары шаршаған сияқты. Қараңыз, мынадай Nike 78 деп аталатын жүгіру аяқ киімі пішіндес аквариумды Поля Дженкинс деген дизайнер ойлап тауыпты. iPond деген де бар екен, яғни pond сөзі ағылшын тілінен аударғанда бассейн, қолдан жасалынған құдық деген мағынаны береді екен. Бұл өзі музыка тыңдайтын электронды құрылғылар пішіндес. Сондай-ақ Қытайдың Циндао қаласында кілтке тағатын салпыншақ аквариум ойлап тауыпты бір данышпан, алайда мұндағы балық көпке шыдамауы мүмкін. Енді пластик ыдыс ауа жібермесе қайтсын. Бұл тізімде қызық ақпарат өте көп, тек уақыт тапшы. Бірақ көңіліңіз түспесін. Біз қазір аквариум тақырыбын студияда жалғастырамыз. Қонағымыз Динара, океанариум қызметшісі. Біз қазір енді алдымыздан андай кішкентай аквариум тұр, бірақ сіздер барлықтарыңыз білесіздер. Океанариум деген өте үлкен. Қызығып келушілер көп шығар. Ол мысалы, қазір біз кішкентай аквариумдағы балыққа қарағанның өзінде, кішкене олардың қимылдары біз демалып қаламыз. Ал океанариумға барғандағы әсер, менен көп бармаймын, бірақ рет бардым, шынымды айтайын. Адамдар қандай ләззат алады мысалы? Океанариум ол үлкен, ішінде адамдар да жүзіп жүреді. Ләззат алатын ол рас. Айына бірнеше рет келіп тұратын келушілеріміз де бар. Кішкентай балалар өте жақсы көреді. Балыққа барамыз деп, ата-аналарын жетектеп келетіндер балалар бар бізде. Және де аптасына бір рет бізде океанар деген бағдарлама өтеді. Ол мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған арнайы бағдарлама. Яғни сол балықтардың арасында өтетін сабақ, яғни олардың емінің бір бөлігі деп атауға болады. Қандай керемет. Енді мысалы мына жерде бізде аквариумда кішкентай балық екенде бұл жерде. Алтын балық. Алтын балық. Сіздерде бар ма алтын балық? Әрине бар. Алтын балықтың үлкендігі қандай болады мысалы максимум? Ол үлкен болмайды, ол кішкентай балық. Кішкентай балық, Ол 1000 жыл бұрын қытайлар шығарған алтын балық деп саналады. Ертегілерде ол тілек орындайды, бізде өмірде орындамайды. Мүмкін орындайды, тілегіңізді айтып көріңіз. Сізде мысалы, білмеймін ғой енді, адамдардан неше түрлі бір пікір, көзқарас болады. Мысалы, океанариумға келген кезде байқамайсыз ба сіз мысалы тілек айтатын бір сондай адамдар бола ма? Болады, тиын тастайтын да болады. Бізде ашық аквариумдар да бар. Тиын тастайды? Тиын тастайды, тілек айтады. Көп. Орындалатында демек адамдар сенеді ғой? Сенеді, әрине орындалады деп ойлаймын. Мысалы, сіздің балықтар туралы білетініңіз көп. Біз білмейтін қандай мысалы бір қыры бар, жақсы. Біз білеміз, мысалы сыртынан қараймыз, ойлаймыз, рухани ләззат аламыз. Қараймыз, балықтарға қарсаң тынығып демалып қаласың дейміз. Біздің бар білетініміз сонымен шектеледі. Мысалы, сіз қандай қызық айтар едіңіз, мысалы, күн сайын балықтарды көріп жүрсіз?
күн сайын болғанда ол балықтарға қарап тұрсаңыз, ол да қарап тұрғаныңызды сезеді. Және қасыңызға да жүзіп келуі мүмкін кейбір балықтар. Әсіресе тасбақалар келіп сіздерге қарайды былай. Сырласуға болады. Және бізде 2 сағат сайын су перісі түседі судың астына. Сол су перісімен ойнайды біздің балықтар. Яғни оларды да тірі жан деп санауға болады. Бәрін түсінеді. Келіп көріп тұрған кісілерді де қарайды. Түсінікті. Енді осы жерде тағы бір қонағымыз бар. Бізде сатушы, кеңесші Андрейді ортаға шақырайықшы. Андрей, вот здесь вот очень много рыбок. Их можно вместе пускать? Да, мы бы их не пустили, если бы. Да? Было, они не съедят друг друга, а там большой? Нет, не съедят. Они нормально приживаются. Это подвиды лояльных, более лояльных таких рыбок. И вот сомик тоже, он как бы санитар в аквариуме. Вот. И тут и креветка у нас есть, вот сверху сидит на водолазе. Все есть, да? А теперь мы должны показать начинающим любителям, скажем так, как чистить воду. Потому что очень много детей, они любят, но ухаживать не умеют. Получается так, что родители в основном ухаживают, да? Да, постоянно ухаживают, но немногие взрослые знают об этом. У нас тут еще улитка, да? Да, улитка есть. Понятно. Вот, теперь давайте покажем, да, примерно как это делается. Такой аквариум чистится, минут 10. Минут 10. Да. Вы мне теперь объясните, можно без этой штуки? Не все рыбки живут без этого. Здесь просто, например, сама вот эта золотая рыбка, она без компрессора жить не может. Ей нужно постоянно подача я просто люблю, когда аквариум, он чистый, без ничего. Есть такие рыбки, которые живут без компрессора, без фильтра даже. Можно так, да? Да. А здесь, получается, нам для золотой рыбки нам обязательно нужен компрессор. Это компрессор-фильтр идет. Компрессор-фильтр. Когда вот включаем, вот пошел воздух здесь. Есть более бесшумный, это просто на батарейках идет такой вариант. Вот. Отсюда идет воздух, и он сразу же фильтрует. Была осында тазалап тұрады бізде, түсінікті. Теперь давайте мы как делаем? Желательно, чтобы либо ведро, либо какой-нибудь другой предмет было, внизу. Да, давайте сюда, чтобы было видно. На сифонах иногда есть вот такие груши, их качаете, а вот на этом варианте просто нужно в себя вдохнуть. Вот. И вот потихонечку вот так вот. Сифоном потихонечку, не спеша. Балықтың суын негізі тазалау өте оңай, ол үшін ерінбеу керек. Много сливать нельзя, много сливать категорически нельзя, чтобы баланс в аквариуме всегда был рыбий. Потому что здесь все нитраты, нитраты. Вот так вот примерно для такого аквариума вполне хватает слить. Может, чуть-чуть больше. А теперь мы отлично знаем, что воду обычно мы начинаем кипятить. Отстоявшийся желательно. Отстоявшийся. Да, просто с-под крана, вот наша же вода, чтобы сколько должна стоять вода? Дня 3. Дня 3? Да, чтобы хлориды вышли. Мы должны еще ждать 3 дня, чтобы почистить воду. Да. Большинство, вот, например, кроме золотой рыбки, в основном остальные рыбки любят вот эту мягкую воду, фильтрованную, которая. Вот больших, хрустальная, есть всякие разные вот эти вот. Этим рыбкам можно заливать эту воду сразу же. Желательно не холодную. Какой совет вы дадите нашим зрителям, которые только-только вот купили аквариум, хотят себе рыбку завести, чтобы был комфорт дома и чтобы как бы нормально вовремя ухаживать, чтобы рыбки были в тепле, в комфорте? Да. Совет: руки мойте, прежде чем в аквариум лезть. Ну, серьезно. И это был гигиена. Да, из-за этого порой вот говорят много, приходят, жалуются то, что мутный аквариум. Вот у меня мутный. А прежде чем в аквариум залезть, нужно обязательно руки помыть. Потому что с наших рук очень много пыли, как бы, и там в воде очень потом баланс нарушается, и мутный, и зеленый становится, и красный, по-разному. И не перекармливать. Не перекармливать. Да, лучше недокорм, чем перекорм. Спасибо вам, Андрей, большое. Енді осы кеңестерді сіздер үйлеріңізге аквариум алған болсаңыздар, балаларыңызға қызықтап, онда барлығын, осы кеңестердің барлығын пайдаланасыздар деген сенімдеміз. Іске сәт. Қазір сушиға тамсанбайтын, суши барға құмартпайтын қазақ жоқ шығар. Қазақты ғана емес, әлемді жаулаған бұл тағамның төркіні Орта Азия, Жапония. Жапондықтар тазаланған балықты тұзға шылап, апталап, ауыр тастың астына бастырып қойған. Бірақ оның иісіне адам шыдамайтын. 1900 жылы Яхей есімді аспаз бұл сасыған балықты алмастыратын рецепт ойлап табады. Ендігәрі суши шикі балықтан жасалатын болады. Одан кейін әркім өз фантазиясына, өз талғамына орай Яхейдің жаңалығын түрлендіріп сан түрін шығар.
Ең қызығы, суши бұрын жейтін тағам емес еді. Мыңдаған жыл бұрын күн елдің тұрғындары балықты майдалап турап, күрішпен тұзбен араластырған, сонда әлгі балығыңыз бір жыл бойы былқ етпей, бұзылмай, сасымай тұра берген. Яғни күріш шикі балықты сақтайтын тоңазытқыш қызметін атқарған. Кейін 16 ғасырда күрішпен балыққа енді түрлі саңырауқұлақтар, көкөністер, дәмдеуіштер қосып, тағам ретінде тұтына бастады. Суши туралы менің бар білетінім осы. Қалғанын аспазымыз Нұрболат Әділханнан сұрайық. Біздің ас үйімізде бүгін ерекше дәмді тағам дайындалайын деп тұр. Нұрболат бізге қазір көрсетеді. Суши қазір сәнде. Былайша айтқанда, барлық мейрамханаларда суши дайындалады, бірақ сіз бізге енді мүмкіндігінше үйде жасауға болатындай етіп түсіндірсеңіз, көрсетсеңіз. Әрине. Бұл енді барлықтарыңыз білесіздер, алғаш сушиді дайындамастан бұрын ең бірінші сушиді жасайтын арнайы өзінің жаңағы несі болады, кілемшесі. Кілемшесі болады. Оны дүкендерден алуға болады. Дүкендерде сатылады, арнайы жапон тағамдарын, корей тағамдарын сататын жерде коврик деп айтса. Табаламыз, таба аласыздар. Бұл арнайы қамыстан жасалады. Сол қамыстан жасалғаннан кейін оны аласыздарда жаңағы аспаздық пленкамен қаптайсыздар, әбден орап, лайнан тартып, әбден ыңғайлап аласыздар. Бұл жаңағы суши жасауда ең негізгі рөлдердің бірін атқарады. Ал сушидің ең бірінші жасалуға мынандай водоросли дейді. Енді бұл толық әлде қазақ тіліне аударылып үлгермей жатқаннан кейін ертең өздеріңіз жасасаңыздар, сіздерге де түсінікті ол орысшада айтып жатырмын, балдыр. Водоросли деп аталады. Бұл суши екі түрінде жасалады. Осындай. Бұны да біз дүкеннен таба аламыз ғой, дүкенде сатылады. Нори деп аталады. Орысша водоросли деп айтсаңыздар да түсінікті. Толығындай жасауға болады, және де бұны былай екіге бөліп, дәл ортасынан жартысына да жасауға болады. Қазір мен сіздерге сол жартысына және екіге бөлген түрін қытырлап тұр. Екеуін жасап көрсетейін. Бұған біз ең алғашымен әрине күріш, сушидің ең басты күрішпен қайнатылған күріш. Бұл күрішті де қайнатқанда тек қана суға қайнатады, майға қайнатуға ештеңе болмайды. Тек күріш бірінен өзінің арнайы күріш пісіретін аспаптар болады. Соған қанша күріш саласыз, сонша су құясыз. Мысалы, 3 кесе күріш салсаңыз, 3 кесе суға қайнатып, әбден пісіргеннен. Тұзын қосамыз ба күрішке? Тұзға ештеңе қоспайсыз. Тек таза суға. Таза суға күрішті салғаннан кейін міндетті түрде 4-5 рет қайталап тазалап, күрішті тап-таза қылып салу керек. Оған арнайы мицукан деген соусын аласыздар, күрішпен араластырасыздар. Жаңағындай 3 кесе күрішке 3 қасық мицукан құясыздар. Сол кезде оның дәмі басқаша дәм береді. Содан кейін күрішті алған кезде біз күнделікті жасап жүргеннен қолымыз үйренді. Бір алғанда 120, артып кеткенде 140 грамм күріш қолданылу керек. Бұдан көп салынса, оның күріштің дәмі көп болып кетсе, оның дәміне барлығына әсер етеді. Ал аз салып кетсе, ол да болмайды. Қолымыз үйреніп қалды дейсіз, негіз айту керек. Нұрболат бізде дәстүрлі әнші. Қазір суши жасаудың шебері болып алды. Енді дәстүрлі әннен сушиға өту деген бір қызық өзі процесс. Жоқ, әрине, бұл жерде мен дәстүрлі әнді тастап кетіп жатқан жоқ. Бұл бір жағынан қалай өзімді қойып деймін десем де болады. Енді мен бұл жерде әрине әнімді тастаған жоқпын, домбыраны әрқашан өзіммен бірге. Дегенмен бірақ домбыраға да икеміңіз бар, суши жасауға да икеміңіз бар. Енді қолдан келгеннен кейін бізде жасап көріп жатқан жайымыз ғой. Енді қар сияқты бүйтіп жаңа домалаттыңыз, енді бұны не істейміз? Енді бұны қазір мен сіздерге айтайын. Қазір мына жерде маған су керек. Суды несін пайдаланайын? Су пайдаланғанда енді қазір қолым жұмсақ жүру үшін бірінші былай қолымды суға малып, жаңа қолымды сулайым. Бұл суға негізі құры суға да сегу болады, немесе суға лимонның шырынын да қосып жіберсеңіздер болады. Немесе 2 лимон кесіп тастап қойсаңыздар да болады. Содан кейін міне күрішті ұстайсыздар. Олай жайып. Күрішті осылай жаясыздар. Жаңа балдардың үстіне жайылады. Біз күнделікті мейрамханадан жейтін сушиді үйде істеуге болады деп көрсетіп жатырмыз сіздерге. Үйреніп алыңыздар. Ол бір жағынан енді былайша айтқанда күн сайын мейрамханадаға бара бермейміз, я болмаса шаршаймыз мейрамханадан. Үйде отырып бір үйде осылай жасап суши тағамының ішіндегі ең көп таралған түрі
жаңа Филадельфия және Калифорния деп аталады. Бұл жаңа Филадельфия өздеріңіз білетін, Америка құрама штаттарында Филадельфия деген штат бар. Сол тек қана әлемде жалғыз сол жерде ғана шығатын Филадельфия деген сыр бар. Осы сыр, осы Филадельфия сыры осы сушиға жағылады. Бұл енді қазір кездері енді бұлардың тек қана Филадельфиядан әкеле беруге адамның мүмкіндігі жетпегендіктен оны ауыстыратын да жаңағы сырлар болады. Сливочный сыр дейді, сондай сыртта қолдануға болады. Бұл енді мүмкіндіктеріңізге байланысты. Жұмсақ түрін қолданамыз, осылай? Жұмсақ түрін қолданасыздар. Сіз мынаны кәдімгі пакетке... Бұл арнайы осындай неге арналған пакет. Бірақ оны енді кәдімгі целлофаннан да істеуге болады ғой? Олай да істеуге болады, қасықпен жаға салсаңыз да болады. Бірақ осылай жасаған ыңғайлырақ кішкене. Бұл енді үйде бұған салудың қажеті жоқ, өйткені қасықпен де жаға салсаңыздар да болады. Міне, қазір мен сіздерге жаңағы Филадельфия деген нен жасап көрсетейін. Ең жаңа популярный, жаңа ең жақсы дамыған деп айттық. Оған тек қана сырдан ғана жасалатын болғандықтан сырын аямай осылай мінекей жағасыздар да бұны бұлайынан оралынады. Қарап алыңыздар, мінекей. Көрдіңіздер ме? Осыны мен қалай орайды деп ойлаушы едім. Осылай орайды енді мінекей. Мына қамыстың пайдасы көп екен ғой? Қамыстың пайдасы, шет жағын тегістейміз. Жасалу технологиясы өте оңай. Ең бастысы бір рет жасап көрсе, меніңше адам қолы үйреніп кетеді. Өте әдемі. Сөйлеп 10 минутта жасадым, сөйлемесем 1 минутта жасаймын ғой. Неге осылай? Осылай жасалынады. Аз сөйлеп көп істеу керек еді десеңізші. Бұл әлі толық жасалған жоқ. Мынау аламыз, мына жерде жаңағы сьомга деген балық, лосось сьомга деп айтайды. Біз енді мына балыққа қатысты. Балықтың құрамында енді өте көп дәрумендер бар. Сол жаңа Филадельфияға сұраныс содан да мықты шығар деп ойлаймын өз басым. Бұл сьомга деген балық, бұл тек қана бізге Норвегиядан келеді. Жаңағы Норвегиядан ауланады. Бұл жерде балықты 3 түрлі қолдануға болады. Шикілей қолданады. Қазір мынау шикі балық. Жаңа Норвегиядан ұстап әкеледі. Біз өзіміз жаңағы барлығын тазалап, жуып, осылай шикі күйінде ұсынамыз. Бұны тұзатылған түрі бар, копченый, және де жарит етілген түрі бар, қуырамыз. Бұны кәдімгідей құр өзін қуырып, содан кейін өзінің арнайы тағы да соустары бар. Енді оларды сол соусымен араластырғанда мынандай түрі шығады. Дәл осылай жасайсыздар да, мінекей. Лососькпен жаңағы нені орап алып шығасыздар. Міне, дайын Филадельфия маки деген. Болды ма дайын ба? Дайын. Енді бұны жаңағы пышағыңызбен 8-ге бөлесіздер. Негізі стандарт бойынша бір порция 8 бөліктен тұрады. Осы 8-ге бөліп ұсынамыз. Көрдіңіздер ғой, жасалу технологиясы осындай? Өте қарапайым. Өте қарапайым. Ал біз бұны мейрамханаға барып ой, қыруар ақшаға, мысалы, тапсырыс береміз, солай ғой? Әрине. Үйде істеуге болады, үнемдеуге болады, қыз-келіншектерге жақсы кеңес болады бұл да. Әрине. Бұл сушидің тағамдары көбінесе жаңағыдай табақтарға да берілмейді, өзінің арнайы табақтары болады. Арнайы ыдыстары, сонысымен әдемі болып тұрады. Сонысымен әдемі болып тұрады. Бұны жаңағы көпірге салып береді, корабликте жаңағы кеме сияқты, кеменің бейнесі. Енді ол әртүрлі, иә. Соған безендіріп әдемі болып салып береді мінекей. Сіздің мысалы, өзіңіз мейрамханада істейсіз, дәл осы Филадельфия қанша тұрады сіздің мейрамханаңызда? Біздің мейрамханада бұның бағасы 2200 теңге тұрады. 2200 теңге? 8 штуғы 2200 теңге тұрады. Бұл жаңағы осының дәмін келтіруге арналған имбир деген дәм келтіреді. Мынау және де васаби. Бұл ащы түрі, иә? Ащы түрі, иә. Осын араластырып, және де мына жерде мінекей, тағы да соевый соусы бар. Негізі сушиді мынандай таяқшалармен жейді көбінесе солай ғой. Бірақ жаңағы енді мен сушиді қасықпен жеген қазақты көрген жоқпын әлі. Бірақ енді ыңғайсыз болды. Иә, мүмкін шанышқымен жейтін шығар. Мынаны енді осы таяқша күріш жеуге ыңғайсыз екенін білем, бірақ сушиға қатысты болса енді бүйтіп іліп алуға болады. Әрине. Міне осылай. Сөйтіп ауызға саласыздар. Мен қазір енді бұны түсірілімнен кейін міндетті түрде дәмін татам, ал негізі көріп жүрмін ғой, өте дәмді. Бірақ ең бастысы біз сіздерге пайдалы жағын айттық.
үйде үнемдеп, уақытты да үнемдеп, үйде жасауға болатын ең оңай тәсілін көрсеттік. Нұрболат, сізге рахмет көп-көп. Бұның құрамында өте көп дәрумендер бар және арықтауға, ең басты Нұрболат мырза айтып кетті, арықтауға пайдасы мол. Сондықтан тексеріп көруге оны да болады. Рахмет сізге көп-көп. Біз зоодүкенге хабарласақ, аквариум іздеп, аквариум алатын қазақтар өте аз деді. Бүгінгі бағдарламадан кейін олардың қатары көбейеді деген ойдамыз. Күнделікті рационнан етті азайтып, балыққа басымдық беретіндер де артатын шығар. Ал мен кофеден босаған қалбырларды кәдеге жаратудың бірер тәсілін көрсетем. Арнадан алыстамаңыздар, бәрі де сіздер үшін. Сонымен уәде бергенімдей, осындай үйдегі кофеден қалған банканы әдем етіп әшекейлеуді қазір мен сіздерге үйретем. Бұндай негізінен өздеріңіз жақсы білесіздер. Біз кофе ішеміз, барлығымыз таңертең кофесіз ояна алмайтындардың бірі мен. Әртүрлі болады банкалары. Банкалары сосын әдемі болады. Көбінесе қақпақтары да ыңғайлы, бұны лақтырғымыз келмейді. Көбінесе бір әйтеуір ішіне кептірілген жаңағы укроп салып қойсақ та, бір дәнді дақылдар салып қойсақ та, бізге өте пайдалы ыдыстар бұл. Сондықтан мен бұны кішкене әдемілеу үшін, ас үйде кішкене бір көрнекті болып тұру үшін, мен мындай бір сіздерге кеңес айтқым келеді. Ол үшін үйде кез келген жіпті аламыз. Ол жаңағы ойлаймын, көбінесе жаңағы әжелері бар үйде, нәски тоқиды көбінесе. Сондай жіптердің бірін аламыз, мына темірдің сымның көмегімен бұлай барлығын кішкене өріп аламыз. Сонда ол біздің жібіміз сәл-сәл қалыңдау болады. Міне мына шетінен бастаймыз. Ең бастысы мына бір 1,5 сантиметр сайын мүмкіндігінше бекітіп отыру керек. Бірінші қатарды солай бекітпесек, ол кішкене тайғанап сырғып кетуі мүмкін. Сосын өзінің формасын жоғалтады. Әзірге бұлай шетін бекітеміз. Енді өздеріңіз қараңыздар. Бұл жерде егер мүмкіндік болып жатса, бұлай мына қақпағына да клейді жағып, жаңа желімді. Сосын бүйтіп жіпті жайлап жабыстырамыз. Енді әрі қарай еш қиындығы жоқ. Жіпті айналдырып осылай бекіте береміз. Міне, мына желімді бекітеміз. Бәрі. Ең бастысы бұны жаңағы таза ұқыпты ұстасаңыздар, бұл ұзаққа жетеді. Көрдіңіздер ғой, мына жерде дәл осы принциппен ораймыз. Бірақ мына жерде ескеріңіздер, мына банкамыздың өзі формасы әдемі ғой, негізі кофелердің банкалары өте әдемі. Сондықтан бас жағын бір-екі қатар орап, одан кейін жіпті айналдырып алып, былай, мына банканың ішіндегі дәнді дақыл көрінетіндей етіп әдемі қылып жасап қойсаңыздар, міне. Кім айтады мынаны, мысалы, жарамсыз болып қалған кофенің банкасы деп. Оның ішіне бір дәнді дақыл салып қойсаңыздар, осындай әдемі болып, бір жағынан банкаларыңыз сүйкімді болып тұрады ас үйде. Ал біз ас үйде жүрген кезде бәрі майда шүйде болса да, соның бәрінің әдемі болғанын қалаймыз. Енді көріп тұрсыздар, мен алдыңғы бағдарламалардың бірінде мындай жіпті көп қолданам негізі, мен айтқанмын. Бұл сантехниктердің қолданатын жібі әдетте. Бұдан не істеуге болады? Өздеріңізге жақсы белгілі, бізде әртүрлі жаңағы кремдерден, бетке жағатын крем болады, көзге жағатын крем болады. Дәл осылай қақпағын және банканың өзін қаптаймыз да. Онымен қоса үйде мынау сыраның бөтелкесі. Әдетте бізде қоқысқа кетеді. Солай ғой. Бұдан мынандай қылып әдемі қылып жасауға болады. Мына жаққа гүл салып қоясыздар. Өте әдемі ваза. Бұны онымен қоса, бұл да мына жіппен қапталған, дәл осындай технологиясы дәл осы, ерінбей отырып толықтай қаптайсыздар. Енді мынаны қаптауға анық 2 сағат жұмсалады. Сонымен білгенге маржанның бүгінге ұсынатыны осы әдемі банкаларды, қоқысқа кетуі тиіс банкаларды осылай жарамды дүниеге айналдырып, әшекейлеп, ас үйлеріңізге немесе үйлеріңізге сәндеп қойып қойыңыздар. Міне пайдалы кеңес. Бүгінге айтарымыз осы. Біз ешкімді қайта тәрбиелемейміз. Біреудің жеке өміріне араласпаймыз да. Біз жай ғана елеусіз қалған ұсақ түйекті түгендейміз. Эфирде жүздескенше